Баршаңызға кайрлы күн достар. Бүгін сіздермен ең оңай дайындалатын сүзбелі чизкейктің жасалу жолымен бөлісемін. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Сосын 150 грамм қантымызды салып, аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Сосын 400 грамм творогымызды салып, блендердің көмегімен жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Бұл жерде менің творогты салғаным түспей қалыпты. Осындай масса болуы керек. Енді қамырымызды дайындап аламыз. 150 грамм ұн, 100 грамм сары майды үккіштен өткізіп, ұнмен жақсылап араластырамыз. Сосын қамырымызға 3 ас қасық қант, ванилин салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызды осындай формаға салып, үстінен жақсылап басып шығамыз. Сосын сүзбелі массамызды құйып, 150 градуста қызып тұрған духовкамызға салып, шамамен жарты сағатта пісіріп аламыз. Піскен чизкейгімізді ең әуелі форманың өзінде суытып аламыз. Сосын 3-4 сағатқа мұздатқышқа жібереміз. Мінеки оңай дайындалатын сүзбелі чизкейгіміз дайын. Сізде міндетті түрде жасап көріңіз. Барлығына ұнайтынына сенімдімін. Менің видеом ұнаған болса, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Осындай оңай жолмен дайындалатын әртүрлі торттардың рецептін жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ал достар, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.